Ағзаны токсиндерден, шлактан қалай тазалаймыз? Егер адам дұрыс өмір салтын ұстанбаса, яғни алкоголь ішіп, темекі шегіп және дұрыс тамақтанбаса, оның денсаулығы нашарлайтыны анық. Сондықтан дұрыс өмір салтын ұстанып, уақытылы ағзаны зиянды токсиндерден тазалап тұру маңызды. Сіздермен бірге денсаулық зор байлық арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ағза қай кезде тазалауды қажет етеді? Үнемі әлсіздік пен шаршау, бас ауруы, артық салмақ немесе тым арықтау, бұлшық ет пен буынның ауруы, ауыздан жағымсыз иіс шығу, тілдегі ашық немесе сары дақ, терідегі қышыма, аллергиялық әсер, іштің кебуі, ішектегі өзгеріс, қатты терлеу және жағымсыз иіс, мезгілдік ауруға бейімділік, ұйқысыздық пен мазасыздық ағзаға шлактың жиналғанын білдіреді. Үй жағдайында ағзаны токсиндерден қалай тазалаймыз? Көк шай. Ағзаны зиянды токсиндерден тазалауға күнделікті тұтынатын көк шайдың тигізер пайдасы көп. Күніне 1 литр қантсыз көк шай ішу қажет. Бірақ көк шайға мүлдем қант қосуға болмайды. Өйткені қант оның бойындағы барша пайдалы заттарды жойып жібереді. Көк шай ішу тәсілімен сіз тек ағзаңызды тазалап қана қоймай, сонымен бірге арықтай бастайсыз. Әрі көк шай тырнақтың, шаштың және терінің жағдайына да оң әсерін тигізеді. Сол үшін көк шайды уақытылы ішіп тұруды ұмытпаған жөн. Тек көк шайды әркез ыстық немесе жылы күйде ішіңіз. Өйткені суыған көк шайдың құрамындағы пайдалы заттар өліп қалады. Белсендірілген көмір. Ағзаны токсиндерден тазалау барысында сіз кез келген дәріханада сататын белсендірілген көмірді қолдана аласыз. Бұл белсендірілген көмірді 8-10 күн бойы іше берсеңіз болады, ешқандай зиянды қасиеті жоқ. Сізге мұндай препаратты дұрыс қолдана білу маңызды, яғни әрбір 10 келіге 1 таблетка ішесіз. Нақтырақ айтқанда, егер 10 келі болсаңыз 5 таблетка, ал 80 келі болсаңыз 8 таблетка қабылдайсыз. Бастысы күнделікті ішуді ұмытпаңыз, сонда күтілген нәтижеге қол жеткізесіз және әдемі арықтайсыз. Сүт өнімдері. Кейбір сүт өнімдері ағзаны зиянды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Мәселен, айран, йогурт және кәдімгі сүт. Егер адам ағзасын толығымен тазалап әрі арықтауды жоспарласа, онда бірнеше апта тек сүт диетасына отырған дұрыс. Мұндай диета ағзаға көп пайдасын тигізеді, әрі бұл емнен соң адам өзін керемет сезіне алады. Қызылша. Қызылша да ағзаны тазалауға әрі арықтауға көп көмектеседі. Оны кез келген түрде жеуге болады, яғни қайнатылған, шекелей, пісірілген немесе бұқтырылған түрде жесе де болады. Әрі қызылша шырынын күніне 1 стакан түрінде ішсе де болады. Қызылшадан бөлек қырыққабат, сәбіз, алма және болгар бұрышы да ағзаны тазалауға көмектеседі. Бұл көкөністерді денсаулыққа пайдалы болу үшін диетаға қосып жесе болады. Сұлы. Сұлы ағзаны тазалауға жақсы көмектеседі. Сұлыдан пайдалы жарма немесе тамаққа аз ғана мөлшерде қосса да болады. Сондай-ақ айран мен шикі сұлы майынан ағзаны тазалайтын арнайы тағам дайындаса да болады. Дайындау үшін 1 стакан қантсыз айранға бірнеше қасық сұлыны салып, сұлы майы сынып болғанша кішкене уақыт күтеміз. Дайын болған жарманы жесе болады. Айран мен сұлыдан дайындаған пайдалы жарманы 14-15 күн бойына жеу қажет болады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.